саламатсыздар, ардақты көрермендер. Біз бүгінгі санымызды 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Бейімбет Майлиннің шығармаларындағы әйелдер галереясы атты тақырыпқа арнайтын боламыз. Ендеше Омар аға, сізге әуелі мынандай сұрақ. Жалпы әйелдер галереясы дедік. Осы Бейімбет шығармашылығында қалай беріледі? Қандай шығармаларды беріледі? Бейімбет шығармашылығының аса құндылығы біз үшін. Біріншіден бұл Бейімбетте мынау дәстүрлі қазақ дүниетанымы. Дәстүрлі қазақ дүниетанымындағы әйелдерге деген көзқарас. Әйелдердің орны деген проблемалар көтеріледі. Және Бейімбеттегі екінші бір көзқарас ол әйелдерге деген аумалы төкпелі замандағы қазақ әйелінің басынан кешкен оқиғалар. Қат-қат түсірілген. Азамат соғысы. Азамат соғысы, аштық кешегі, революцияның орнауы, қазақтың дәстүрлі дүниетанымының бұзылуы, қазақтың дәстүрлі дүниетанымына жаңалықтардың енуі, оған қазақ социумының соған жауап беруі, қалай әсері болды, осы мәселелер көтеріледі. Осы табиғи сезім дегенімізде мына Бейімбеттің бір қызық сюжет желісі де өте бір адамды бір оқыса таң қалдыратын. Ол Күлпаш әңгімесі. Иә. Осы әңгімеде де осы нәрсенің ұшығын шалып кетсек, табиғи ішкі мінез дедіңіз ғой. Иә, мынау адамның табиғаты деген бар. Мысалы, мынау жалпы біз әрине заң бойынша, неке бойынша әйелі күйеуін тастамау керек, бала шағасын тастамау керек. Бірақ табиғат деген бар, мысалы, адамның табиғаты. Сонда адамның нәпсісі деген бар. Сонда мысалы заң бойынша, мысалы адамның табиғаты бойынша ана балапанын қорғау керек қой. Бірақ ананың басына қауіп төнсе, адамның мына Абай айтады ғой, жоқшылық кейде адамды хайуандандырып жібереді дейді. Сонда адамның негізінен адамшылығы ол мына өзінің табиғи қажеттіліктерін қанағаттанған кезде адамнан адамшылық күтуге болады екен ғой. Ал адамның жаңағы табиғи қажеттіліктері қанағаттанбаса, яғни адам жоқ, одан адамгершілік нормаларын күту, ол бір сондай бір орынсыз нәрсе екендігін айтып отырды автор. Сонда қазақта бір мақалы бар, жаңбыр жауса дейді, торғай балапанын қорғайды дейді. Бұршақ жауса, торғай өз басын қорғайды дейді. Сол сияқты бұл шығармада бір-бірін өзінің сүйіп қосылған мақтым мен өзінің жанынан жақсы көретін Қали деген баласын аштықтың кесірінен, сөзсіз бе? Және ол жаңағы шығармада көрсетіледі, бұл қаншалықты ол қиғысы келмейді, сөзсіз бе? Көнгісі келмейді жаңағыдай. Ана өзінің сіңлісі Раушан келіп, ана аштан өлетін болдың ғой. Ана байға, Жұмағазыға тей, оның қатынынан бала жоқ, соған тей. Оның үйінде қазы, білем қазы, қаншама шұжық, бүрілген ет бар деген кезде, айтқан кезде, ол кезде әлі де күйлері онша жақсы, аштық әлі дендеп кіре қоймаған кезде, сен не айтып отырсың деп, жаңағы бұндай сөз бетін шыдап қалай айтып отырсың деп, жаңағы тойтарып тастайды, бірақ аштық өз деген істейді. Бұл Күлпаш, бұл қазақ халқының 31 жылғы Күлпаштың ғана емес бұл. Бұл жалпы қазақ халқының адамгершіліктен айырылу эпопеясы сөз. Күлпаш арқылы көрсетіп отырды. Сол күннен күнге аштық өзінің тырнағын батыра бастайды сөз. Сонда ойлана бастайды. Ақыры аштық өзін деген істетіп, Күлпаш өзінің жанынан жақсы көретін баласын тастап, Қалиды, мақтымды тастап, Жұмағазыға тиеді ғой. Сонда қайтып кейіннен әрине ол ана жаққа барғанмен бәрібір ол бір қалың қайғы бастайды. Неге? Өйткені шын мәніндегі ол керемет адамды, өте адамгершілігі керемет адам, қазақтың нағыз әйелі Күлпаш. Бірақ аштықтың аты аштықта. Сонда мынау қазақта сөз бар ғой,
Айман келер тоқтыққа, аймен кетер жоқтықтан дейді. Мен өзімнің 82 жастағы енем бар, Қаншайым Қарабайқызы. Ақтөбе облысында тұрады, Кеңкияқ елді мекенінде, Құмсай ауылында. Сол кісі үнемі айтып отырады, мен күйеу болып түскеннен күйеу болып барғаннан осы әңгіме айтып отыратын. Бұл қазақтың фольклорын. Қатын кімдікі? Қатын ала қаптікі. Ала қаптан ас кетсе, болар әлде кімдікі дейді. Сонда мен таңғалатын. Апа, бұл неге айтасыз? Бұл деген қалай сонда? Сөйтсем, ол кісілер аштықты көрген, өмірді түсінген адамдар. Содан осыдан келіп қазақтың құндылықтар жүйесі шығады. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ажаулық деп жүрміз, бірақ ол жерде күлпаш арқылы жоқ, олай емес екен деген ойға келесің. Неге? Екінші байлық, он саулық, материалдық байлық сөзі. Одан кейін барып қана ақжаулық, үшінші байлық. Неге? Өйткені мына жерде байқап отырсыз ба? Егер бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық болса, ол күлпаш кетпеу керек еді. Бірақ өмірдің қажеттіліктері, өмірдің темірдей қатал тәртібі өз дегенін істетіп отырды. Сондан егер отбасы жақтап қалу үшін әлбетте міндетті түрде отбасы мықты болу үшін он саулық керек. Сонда ғана ақжаулық жаңағыдай, яғни сенің жан-жарың, сондан кім айтады ғой, Мәшһүр Жүсіп, мен ақынмын, ойладым дейді. Мен ақынды талантым сонда керемет, бүкіл қыздар менің алдымда қоғадай жапырылып құлайтын шығар деп ойладым дейді. Не деген аңғалдық дейді. Сөйтсем, қыздың байы жылқы екен дейді. Тағы да осы мына дүниетанымды айтып отыр да. Сондан әлбетте қазіргі кезде бұдан шығатын қорытынды, қазіргі кезде біз қыздарды жаппай кінәлай бермей, Түркке тиіп жатыр, Қытайға тиіп жатыр деп, біз мал табатын еркектерді тәрбиелеуіміз керек. Сонда біздің қыздарымыз кетпейді. Неге? Өйткені ол патриотизм, бірақ адам егер аш болса, егер адам мұқтаж болса, патриотизмге орын жоқ. Патриотизм ол қашан пайда болады? Сенің қарның тойып, көйлегің көк, тамағың тоқ болған кезде патриотизм пайда болады. Ал нағыз патриот өзінің байы мен баласын өлердей сүйетін күлпаш еді ғой. Бірақ аштық күлпашқа не істеді? Күлпашты ол адам кейпінен кетіріп жіберді ғой, көресіз бе? Міне сондықтан біз жаңағыдай екіжүзділікпен, монтандылықпен дейді ғой, қаралай бермей, өзіміздің жарларымызды, болашақ қыздарымыз, мысалы, болашақ қазақтың болашақ келіндерін, біз сол болашақ қазақ әйелдері қайғы-мұңсыз, яғни өзінің адамшылығын сақтап өмір сүретіндей жағдай жасауымыз керек деп ойлаймын. Сол күлпаш негізі соған үндеп отырды осы шығарма арқылы. Елесі сұхбатыңызға рахмет.